Бисмилlah. Біз бүгінгі дәрісімізге дейін дағуатшы адамның сипатталуы керек бірнеше сипаттарға тоқталған болатынбыз. Алайда сол сипаттардың діттеген жеріне жету үшін, оның бір межесіне жету үшін ең маңызды болған сипат ол көркем мінез. Көркем мінез бұл дағуатшы адамның әрбір айтқан сөзіне амал етуімен келеді. Яғни бұл біздің ісіміздің жемісі іспетті. Сол ісіміздің бір мәуесі іспетті. Қазақ айтады, ағашқа мәуе бітсе бәсең-бәсең дейді. Қашан ағашқа жеміс бітіп піскен кезде оның басы иіле бастайды. Яғни баршаға қол жетімді ортақ болады. Сол сияқты дағуатшы адам қашан өзінің айтқанына амал етіп, жаңағы мінезін жақсартқан болса, ол бүкіл адамға ортақ болады. Сол арқылы өзінің жайып отырған исламы өтімді келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол туралы бір хадисінде былай дейді: «Инна мин ахаббикум илайя». Маған сіздердің орталарыңыздағы ең сүйіктілеріңіз дейді. «Ва ақрабикум минни маджлисан яумал қияма». Және де қиямет күні маған ең жақын болатындарыңыз ахсанукум хулуқан. Сіздердің көркем мінезділеріңіз дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде көркем мінезді адамның, яғни жақсының баршаға ортақ екенін айтқысы келіп отыр. Жақсы адам пайғамбарымызға жақын болған болса, пайғамбарымызға жақын болған адам баршаға жақын. Яғни көркем мінезді адам өзінің мінезі арқылы барлығының жүрегінен орын таба алады. Жақсы адамның да, жаман адамның да жүрегінен орын тауып, оның жүрегіне исламды жеткізе алады. Тағы бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Иннакум ла тасауннаса би амуаликум». Сендер бүткіл адам баласына өздерің малдарыңмен жете алмайсыңдар дейді. Яғни сіздердің малдарыңыз бәріне бірге жетпейді. Яғни барлығын мал арқылы бәрімен бірдей сыйласа алмайсыздар дейді. «Валакин ясаухум минкум бастул вадж ва хуснул хулук». Алайда біреу адамдарға жете алатын болса, тек қана өзінің көркем мінезімен және жылы шырайымен дейді. Яғни кейбір адамдарға сіздің материалды көмегіңізге қарағанда жылы шырайыңыз немесе оны түсініп, оған көркем мінез танытуыңыз сол нәрсеге мұқтажырақ болады. Жақсы баршаға ортақ деп жатырмыз ғой. Бұл адамның табиғатында өзіне деген жақсы қарым-қатынасты талап етуінен туады. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің пайғамбар болып келуінің себебін былай ашқан болатын: «Иннама буису лиутаммима макаримал ахлақ». Мен адам баласына көркем мінезді толықтыру үшін жіберілдім дейді. Яғни адамның адам болып сипатталу үшін, оның адамдық тұғырға жетуінің бірден бір көрінісі өзін тәрбиелеуі, жақсы мінезді өз бойынан көрсетуі болып табылады. Қашан адам баласы осы көркем мінезбен сипатталып, яғни Құранда келген әрбір кереметті өзінің бойынан көрсете алса, сол кезде адам баласы өзінің адами тұғырына жеткен болып саналады. Ондай адам баршаның жүрегінен орын табады. Қашан дағуатшы адам осы сипатпен сипатталған кезде, жанындағы барша адамға өзінің нұрын, сәулесін шашып, оған айтқысы келген, жеткізгісі келген исламды тезірек жеткізе алады. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.